Сәлем достар. Бүгінгі сабақта мен сіздерге осындай шнурдың тоқылу жолын көрсететін боламын. Шнурдың әртүрлі қылып тоқуымызға болады. Ол үшін бізге бірінші кезекте жіп, кез келген жіпті алсаңыздар болады. Егер жуан қылып тоқимын, жіңішке қылып тоқимын десеңіздер, осындай жіңішке жіп аласыздар. Жіпті екі қабаттап аламыз, міне екі ортасынан. Ал егер де осындай жуан қылып тоқимын десеңіздер, онда жіптің қалыңдау түрін алғандарыңыз дұрыс. Жіпті екі қабаттап алып, ортасынадай крючокты де осы жіпке қарай таңдап алғандарыңыз дұрыс. Мен нөмір 4-ші нөмірлі крючокпен тоқимын. Жіпті екі қабаттап, ортасынан ілмек іліп бастаймыз. Мінекей, ілмек іліп аламыз. Енді екі жіп бар бізде, сол бірінші жіпті ілдіріп, екінші жіпті сол екі жіптен іліп алып шығарамыз. Өте оңай, қарапайым. Бірінші жіпті ілдіреміз, екінші жіпті сол екі жіптен іліп шығарамыз. Жіпті ілдіреміз, жіпті тартып шығарамыз. Осылай өзіңізге қалаған көлемде тоқисыздар. Бұл шнур не үшін десеңіздер, мысалы үшін пинетка тоқыған кезде соның бауы ретінде қолдану, бау қылып істеуге де болады. Ал қалыңдау жіпті, қалың шнурларды сумкаларға да қолдану, сумочка тоқыған кезде соған бау ретінде қолдануға болады. Осылай қалаған көлеміңізде тоқисыз. Жіпті ілдіреміз, екінші жіпті тартып шығарамыз. Жіпті ілдіреміз, тартып шығарамыз. Көрдіңіздер ғой, өте оңай, қарапайым. Жіпті ілдіреміз, тартып аламыз. Тоқылу жолы өте оңай, қарапайым, кез келген жіппен тоқылуларыңызға болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар, сонда сіздер келесі сабақты бірінші болып көретін боласыздар. Және де комментарияға өз ойларыңызды жазып, келесі сабақта не үйренгілеріңіз келеді, сол туралы жазсаңыздар, мен сол заттың тоқылу жолын көрсетуге тырысамын. Осылай өзіңіздің қалаған көлеміңізде тоқи бересіздер. Ілеміз, тартып шығарамыз. Ілеміз, тартып шығарамыз. Және де тоқыған кезде жіпті бос қылып ұстағандарыңыз дұрыс. Сонда жібіңіз қолданған кезде де жұмсақ болып ұсталады қолға. Ал егер де қатты қысып тоқысаңыздар, ол ыңғайсыз болады. Сол үшін жіпті ұстаған кезде бос қылып ұстаңыздар. Осылай тоқи бересіздер. Қателесіп кетті мына жерде. Өте оңай, қарапайым тоқылу жолы. Мінекей, мына жерде жібім ашық болғандықтан видеоға онша түспей жатыр. Негізі әдемі көрінеді тоқылуы. Тоқыған кезде әдемі көрінеді. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.
Мінекей жуан жіптен тоқығанда қараңыз қалай болып шыққан, иә? Осылай шнур тоқып кез келген затқа қолдансаңыздар болады. Сабағым ұнаған болса, сабағым ұнады деп көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Рахмет.